Мені таң қалдырған тендерлердің бірі похоронные услуги. Адамды жерлеу рәсімін бір жағынан алчность дейді ғой да, пайда көру. Тендерді ұтсаңыз пайда көргіңіз келеді ғой, дұрыс па? Тездетіп жұмысыңызды орындап, болмаса қызметіңізді тездетіп орындап. Сонда адами тұрғыдан қарасам, бұл тендерде адам жерлеу рәсімін ұтып алатын болсан, онда адам тезірек өлсе екен, мен бұны тезірек жерлесем екен, және де ақшамды тезірек алсам екен деген сияқты жаман ойлар келуі мүмкін да. Сәлем, мен болашақ миллионерім. Сіздер менің кезекті видеомды қарап жатырсыздар. Сіздерге көп рахмет. Менің каналыма тіркелдіңіздер, колокольчикті бастыңыздар. Менің видеоларымды асыға күтіп отырған шығарсыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз керемет. Мені таңғалдырған тендер. Негізі мен тендермен 8 жылдан астам уақыт айналысам, және де әрқашанда айтамын, тендерде 3 нәрсе сатып алынады: товар, қызмет және де жұмыс. Товардың кез келген түрі тек қана бьюти индустрияға қатысты нәрселер сатып алынбайды, және қызметтердің, жұмыстардың барлық түрлері тек қана бьюти индустрия жоқ деп айтамын. Енді біздер, мен мәселен практикпін. Мен товарға да қатысам, жұмысқа да қатысам, қызметке де қатысам, және де бұл тендерлерді ұтамыз, біздер орындаймыз деген сияқты. Енді әр адамның, әр тендерщиктің өзінің нишалары бар деген сияқты. Мәселен, біз оргтехниканы жаңағыдай ұттық жеткіздік деген сияқты, товардың басқа да түрлерін жеткіздік, қызметтердің әртүрлі түрлерін орындадық. Сонда енді тендерлер байқасаңыз күнделікті тек қана gozakub.gov.kz сайтында күніне 100-ден аса тендерлер бар. Күнделікті бұл сан өзгереді. Кез келген товарлар, кез келген қызметтер, кез келген жұмыстар барлығы осы сайтта жарияланады. Және де Самұрық Қазына сайты бар, Медворк деген сайт бар, және де басқа да тағы да қосымша 12 платформа бар. Әрқайсысында тендерлер жарияланады. Енді мені таң қалдырған тендерлердің бірі бұл похоронные услуги. Адамды жерлеу қызметі. Тендерде бұл сатып алынады. Сонда былай қарасам, мені өте таң қалдырды. Неліктен? Себебі байқасаңыз, мен әрқашанда айтамын, тендерді ұтқаннан кейін сіз өзіңізге алған міндеттемелерді 100% орындағаннан кейін сіздер қаражатты аласыздар. Заказчик сізге төлем жасайды. Ал енді адамды жерлеу рәсімін, бұны енді бір жағынан алчность дейді ғой да, алчность. Бұл енді пайда көру. Енді жаңағы тендерді ұтсаңыз пайда көргіңіз келеді ғой, дұрыс па? Тездетіп жұмысыңызды орындап, болмаса қызметіңізді тездетіп орындап, қаражатты, ақшаны алуды қалайсыз. Сонда адами тұрғыдан қарасам, бұл тендерде егер де адам жерлеу рәсімін ұтып алатын болсан, онда адам тезірек өлсе екен, мен бұны тезірек жерлесем екен, және де ақшамды тезірек алсам екен деген сияқты жаман ойлар келуі мүмкін да. Бұл похоронный услуганы кім сатып алады? Көбінесе қарттар үйлері, оларда план болады. Мәселен, бірнеше миллион бөлінеді, болмаса өзінің бір қаражаттары бар, пландары бар. Бірақ енді адамның өмірі ол деген белгісіз ғой. Ол кісі қайтыс бола ма, қайтыс болмай ма, биыл оны жерлей ма, жерлемей ма деген сияқты. Сонда мені бұл тендер қатты таң қалдырды. Біздер мәселен тендерді ұтсақ, товар болсын, қызмет болсын, жұмыс болсын, біздер енді поставщик ретінде тездетіп өзімізге алған міндеттемелерді орындап, тездетіп заказчикке актқа қол қойдырып, тездетіп ақшамызды алсақ деп отырамыз, ашығын айтсақ. Но бірақ бұл тендер адамды жерлеу рәсімі, бұл енді мен екі ойлы болып қалдым. Бұл тендер мені қатты таң қалдырды. Таң қалдырғанда ойландырды. Және де енді тендерде тағы да бір тендерлерді көрдім. Бұл енді ер азаматтардың, қалай деп айтсам болады екен, ер азаматтардың бала болмауына, в общем, қажетті нәрсе қалай жеткізе болады екен сіздерге? Презерватив.
презервативті тендерде өте жиі сатып алады. Мен оны көрген кезде бастапқыда таң қалдым. Құдай-ау, презервативті кім алады? Сөйтсем, презерватив УЗИге керек екен. Сізге презервативті түсіндіре алмадым. Енді бұл видеоны мен ойымша үлкен кісілер көреді деп ойлаймын. 18+. Сондықтан енді презервативті ешқандай жаман нәрсе жоқ деп ойлаймын. Және де әйел адамдарға арналған гигиеналық нәрселердің барлығы сатып алынады. Мәселен, тендерде мен оны көріп таң қалдым. Тендерде таң қалдыратын сатып алулар өте көп негізі. Бірақ осы үшеуі мені қатты таң қалдырды. Біріншісі мені қатты ойландырды. Негізі тендерлер өте көп. Мыңдаған тендерлер бар. Күнделікті жарияланады. Сағат сайын, минут сайын бұл сан өзгеріп тұрады. Және де бізде 15 платформа бар. Мінекей осындай менің жеке сіздермен бөлісейін деген ақпаратым мен таң қалдырған тендер. Ал сіздерді қандай тендер таң қалдырды, және де сіз қандай қызықты тендерлерді көрдіңіз? Тендер алаңдарында бұл видеоның астында комментарийге жазсаңыздар болады. Егер де бұл видео сізге, бұл ақпарат сізге пайдалы болса, онда колокольчикке басып, біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Достарыңызға бұл видео таратсаңыздар болады. Егер де сіз тегін толық консультация алам десеңіз, тендерге қатысты, онда біздің каналымызда WhatsApp-ымыз бар. Сол WhatsApp-қа өтіп, заявка қалдырып, тегін тендерге қатысты толық консультацияны ала аласыздар. Ал мен сіздерді келесі видеода асыға күтемін.